Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біздің бүгінгі сабағымыз өт әсерінен майлардың эмульгациясы деп аталады. Біз өткен сабақтарды есімізге түсірейікші. Біз ас қорытуды өткенбіз. Ас қорыту мүшелерін біз екіге бөлгенбіз. Бірінші ас қорыту бездері және ас қорыту жолы деп. Ал енді мен сендерге жұмбақ жасырайын ба? Мынау көріп тұрған без қандай без? Бұл бездің аты қандай және қызметі қандай? Мен сендерге бағыттаушы жауаптарды беріп тұрайын. Бұл без біздің денеміздегі ең үлкен без. Оның салмағы 1,5 килограммға жетеді. Бұл без бізде табиғи зертхана қызметін атқарады. Бұл безде біздің адамның көмірсуы гликоген қорға жиналады. Қандай без деп ойлайсыңдар? Бұл без біздің құрсақ қуысымыздың оң жағында орналасқан. Қандай без деп ойлайсыңдар? Әрине, бұл бауыр. Мынау көріп тұрған бұл бауыр балалар. Бауыр. Ал мынау өт қабы. Мынау өт қабының өзегі. Мен бағана сендерге жұмбақ жасырған кезде бауырдың біраз қызметтерін айттым. Бірақ бауырдың бүгінгі өтетін негізгі қызметі ол өт түзу. Өт ол секреторлық сөл. Себебі бауыр сыртқы секреция бездеріне жатады. Ал сыртқы секреция безіне жатқандықтан олар өзінен секрет бөлу керек. Бөлінді немесе сұйықтық бөлу керек. Ал бауырдың бөліндісі немесе секреті ол өт деп аталады. Өт бұл қандай зат? Өт бауырдан бөлгенде өт түзеді, ол біртіндеп өт қабына жиналады. Сонда өтте не бар? Өт 98% судан тұрады. Өтте не болады? Өтте билирубин болады. Өтте холестерин болады. Өтте май қышқылдары болады. Өтте болады минералды тұздар болады. Міне өттің құрамы осылардан тұрады. Сонымен өтте ең көп не болар? Өтте ең көп су, судың мөлшері көп. Билирубин дегеніміз не? Билирубин дегеніміз бұл пигмент. Ол қайдан пайда болды балар? Бұл билирубин бізде эритроциттерді білеміз, эритроциттердің құрамында гемоглобин бар, ерекше нәруыз гемоглобин бар. Осы гемоглобин ыдыраған кезде осы пигмент, билирубин пигменті пайда болады. Бұл пигмент өтті бояйды. Сондықтан өттің түсі бұл қоңыр, сарғыш немесе жасылдау түсті. Ол билирубиннің әсерінен. Одан басқа холестерин, май тәрізді заттар, май қышқылдары және минералды тұздар болады. Бұл өттің құрамы. Ал енді өт түзілгеннен кейін барып өт қабына жиналады. Өт қабына жиналады да ол бірінші ас ішектің бөлігі, мына жерден олар ас ішектің бірінші бөлімі ұлтабарға барады. Ұлтабарды кейбір кезде біз 12 елі ішек дейміз. Сонда өт қабының өзегі 12 елі ішекке барып ашылады. Ұлтабарға екі жақтан екі бездің өзегі ашылады. Екінші без ол ұйқы безі. Ұйқы безінен панкреатин.
Ал бауырдың өт қабынан жиналған өт өзегі арқылы ұлтабарға барып ашылады. Ұйқы безінің өзегі ашылады да, ол жерде панкреатин құйылады. Сонда ұлтабарға екі бездің өзегі ашылады. Өттің негізгі қызметі не? Өттің негізгі қызметі ол майды, біз майды, мынаны май деп есептейік. Біз майды суға құйсақ қандай болады, балалар? Майды суға құйсақ, ол кәдімгі түйін сияқты жинақталып тұрады, ерімейді, судың үстінде тұрады, я май. Осы май, осы майды өт не істейді? Қалай ойлайсыңдар? Өт не істейді? Май тамшыларына айналдырады. Міне, осыны біз эмульгация деп атаймыз. Ал майды ыдырататын фермент қандай еді? Майды ыдырататын фермент липаза болатын. Ол май қышқылдарымен глицеринге шейін ыдыратады. Сонда өт қандай қызмет атқарып тұр? Бұл жерде эмульгацияға қатысып тұр. Міне, ол май тамшыларына шейін ыдыратады. Міне, кіші май тамшыларына шейін ыдыратады. Неге? Себебі липаза май қышқылдарын ыдырату, тек қана май қышқылдарын ыдыратады. Сондықтан липазаның белсенділігін арттыру үшін осыны май қышқылдарына шейін ыдыратады. Эмульгация деп біз соны айтамыз. Сонда өттің қызметі майларды эмульгациялайды. Түсінікті ғой, балалар. Ал не үшін эмульгациялайды? Себебі липаза белсенді әсер ету үшін осы майды эмульгациялайды. Одан басқа өт бұл сілтілік ортаны түзеді. Сілтілік орта. Негізі өт сілтілік ортада жақсы қызмет атқарады. Өттің ортасы ол сілтілік орта. Сонда pH бұлардың 7-8. Ол қандай? Сілтілік орта. Сонда өт бірінші эмульгацияға қатысады, екінші ол не істейді? Сілтілік ортаны қалыптастырады. Себебі липаза сілтілік ортада жақсы белсенді қызмет атқарады. Ол өт тек қана липазаны ғана белсендіріп қоймайды, ұйқы безінің де жұмысын белсендіреді. Міне, балалар, сонда мынау бауырдың негізгі қызметі қандай дедік? Ол өт түзу. Өт қайда жиналады? Өт қабында жиналады. Өт қабында жиналады. Ішінде өт болады. Енді біз майлы тамақ жесек, өт көбірек бөлінеді. Ал егерде біз диетаға отырсақ, өзімізге аштық жарияласақ, ол өт сол жерде жинала береді де қоюланады. Ненің әсерінен? Холестериннің әсерінен, май қышқылдарының, кальций, минералды тұздар дедік, олардың ішіндегі кальций тұзының әсерінен бұл қоюланады. Олардың концентрациясы артады. Сөйтеді де өт қабында тас пайда болады. Түсініңдер ме, балалар? Сонда өттің қоюлануынан, оның концентрациясының артуынан өт қабында тас байланады. Сонда өтте тас байланды деген содан шыққан. Ол не деген сөз? Ол зат алмасудың бұзылуынан пайда болды деген сөз. Сонымен өт қабындағы өттің қызметі не? Майларды май тамшыларына шейін не істейді? Ыдыратады. Міне, май болатын болса, мынау тамшыға шейін, май тамшыларына шейін ыдыратады. Осыны не деп атаймыз? Эмульгация. Ал эмульгация не істейді? Эмульгация липазаның ферментінің жұмысын жақсартады. Ал липаза не істейді? Липаза май қышқылдарымен глицеринге шейін ыдыратады. Ол ыдыраған зат аш ішектің бүрлері арқылы лимфаға сіңіріліп отырады. Май лимфаға сіңіріледі. Ал басқа қоректік заттар қанға сіңіріледі. Сонда қоректік заттардың қан мен лимфаға сіңірілуін өткен сабақта біз ас қорыту деп айтқанбыз. Сонда біздің жеген тамағымыз қайда сіңіріліп тұр? Аш ішекте сіңіріліп тұр. Ұлтабар дегеніміз не? Ұлтабар дегеніміз аш ішектің бірінші бөлімі. Ол 25-30 сантиметр жері.
осыны ұлтабар дейміз. Ұлтабарға сонымен қанша бездің өзегі ашылды, бауырдағы өт қабының өзегі ашылды, ұйқы безінің өзегі ашылды. Секрециялық қызметі, екеуінің де секрециялық қызметін мен айтып тұрмын. Өт қабынан өт бөлінді ұлтабарға, ұйқы безінен панкреатин сөлі бөлінді. Міне балалар, бүгінгі біздің өткен тақырыбымыз өттің әсерінен майлардың эмульгациясы деп аталатын тақырып. Сендерге тақырып меніңше түсінікті болды. Сұрақтарың болса жазасыңдар. Келесі сабаққа кездескенше сау болыңдар.